Халқымыз алып анадан туады дейді. Жас ұрпақтың өз дәуіріне лайықты азамат болып қалыптасуы, аналардың абзалдығына және парасаттылығына, инабаттылығына, сабырлы мінезіне тығыз байланысты. Себебі ана ұрпақ тәрбиесінің тамыршысы. Осы ретте Қазақстан Халқы Ассамблеясы жанынан құрылған аналар кеңесінің де атқарып отырған рөлі зор. Кеңеске мүше аналар ұрпақтар сабақтастығын, ұлттық дәстүрлер мен отбасылық құндылықтарды нығайтуға, сақтауға қомақты үлес қосып келеді. Аналар кеңесінің құрылуы қазақстандық патриотизмді, толеранттылықты және этносаралық келісімді жүзеге асыруда тың серпін берді. Қазіргі таңда аймақта құрылған 118 аналар кеңесінің 1104 мүшесі қоғамдағы өзекті мәселелер төңірегінде жұмыс жүргізіп келеді. Осы күнге дейін отбасы мәртебесін көтеруге, рухани құндылықтарды нығайтуға бағытталған 100-ден аса ауқымды шара өтті. Оған 5000-нан астам адам қатысты. Кеңес құрылған күннен бастап отбасындағы ұрпақ тәрбиесі, ажырасудың алдын алу, жасөспірімдер арасындағы қылмыс пен құқық бұзушылық сынды мәселелер төңірегінде іс-шаралар ұйымдастырып, бірқатар ауқымды бастамаларды қолға алды. Кеңес облыстық аналар форумын өткізуді дәстүрге айналдырып, онда ұлттық тәрбие, отбасы құндылықтарын дәріптеу, жастарды отансүйгіштікке баулу және елдің бірлігі мен келісімін сақтауға басымдық беріп келеді. Отбасы құндылықтарын сақтауға арналған берекелі шаңырақ байқауының жас отбасылардың іргесін нығайтуға тигізіп келе жатқан септігі зор. Сондай-ақ өнегелі отбасы иелерінің қатысуымен түрлі форматтағы кездесулер мен көп балалы аналарды қолдауға арналған қайырымдылық акциялардың өткізілуіне аудандардағы аналар кеңестері белсенділік танытуда. Облыстық аналар кеңесі тату абысындар, шаңырақ қыз жібек клубтармен бірлесіп түрлі бағыттағы оқу курстары мен семинар тренингтерін өткізуде. Мұнда қыз баланың тәрбиесі, отбасы институтының негізгі құндылықтары, ене мен келін арасындағы сыйластық, бала тәрбиесіндегі аналардың рөлі тағы басқа маңызды тақырыптар төңірегінде мазмұнды лекциялар оқылды. Кеңес тарапынан атқарылып жатқан осындай кешенді және тағылымды шаралар аналар кеңесін ұлағатты мектепке айналдырып қана қоймай, ұрпақ тәрбиесінде өз жемісін беруде.